Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құрамы өте қарапайым, жылдам дайын болатын песочное печенье рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ыдысқа бір жұмыртқа, қант және ванилин салып, барлығын венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Кейін бөлме температурасындағы жұмсақ сары май саламыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Кейін ұнымызға қопсытқыш қосып, қамыр елейміз. Дайын болған қамырды осылай дөңгелектеп, қасықпен узор жасап, бетіне қант сеуіп, қызып тұрған пеште 15 минут пісіреміз. Печенье өте жылдам дайын болады, және де дәмі өте керемет. Сіздермен болған салтанат. Видеоны лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.